Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін түскі уақыт. Біздер тағы қорадамыз бүгін. Біздер тауықтарымызға шөп беріп жатыр. Мінекей жұлып. Таңертең жем. Сосын шөп осылай даладан шөп әкеліп береміз. Тауықтың тууына жақсы көмектеседі. Мінекей ана тауықтарға береміз. Нәтиже шығады. Жемнен де барлығынан да жақсы. Мінекей жұмыртқаларын туып бастап жатыр. Уже адлер тауықтар. Адлердің жұмыртқалары бұйыртса нәтиже көрсетіп жатыр. Алла қосса, енді бұл жерде қазір 10 тауық бар. Бір әтеш 10 тауық. Мұнда адлер тауықтар 10 да кетіп жүр. Ана қораға барамыз. Біздер осылай әлсін әует уақытында шөп береміз. Кешкісін есе жаямыз далаға, асықпай шөпке. Әует уақытында бұлар тағы кешке дейін туады ғой тауықтар. Сол себепті аш балам. Сол себепті біздер қораларды аралап шөп саламыз. Суын береміз, сықиып тұрып бер ал. Үй тауықтары. Бұлардың жұмыртқасы мұнау. Үй тауықтардың жұмыртқасы. Осылай тауықтар тұрды, жұмыртқа туығын жақсартып жатыр, жайлап. Енді жемдерін қалпына келтірдік. Тәңертең бердік жемдерін. Жем берме оны. Бер ая шаш. Бұл жемі тәңертеңнен қалған. Бұны қазір кешкісін далаға шығарғаны жерге тастаймын. Сосын таңертең тағы да араластырып бәрін дайындап қоямын. Осы тауықтар барлығы нормально, ойдағыдай. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.